Бізде көбінде жертвалықты әйелден көрініш тауып жатады. Қазақ қоғамында әйелдердің еріңді сүйре, жетістікке жеткен еркектің артында, кез келген еркектің артында әйел тұрады, оның артында мамасы, әйелі тұру мүмкін, Бірақтан бұл жерде байқағандарыңызда бұл жертвалық психология туралы айтылады. Бірақ біз сол әйелге восхищениемен қараймыз, күшті әйел, күйеуін өстіп жеткізген ғой, осы байлығының нәтижесі осы әйелінде ғой, значит әйелі күшті қараған, не істеген екен деген сияқты дүниелер айтылып жатады. Негізі олай емес, ол жертва психологиясы. Обида тақырыбын қозғаған кезде де бір ескерер нәрсе, жертвалар көбінде обида ұстап жүре берген жақсы көреді. Конфликтовать етіп, ол өзінің шекарасын қорғап, ол еңбек қой, жауапкершілік алу еңбек. Өзіне қатысты кінәратты түзеп, басқаға қатысты кінәратты айтып, екеуі шешім шығарып, өзінікін мойындап, обиданы жойып, ашуды жойып, ондай әрекеттер үлкен еңбектен, жауапкершіліктен тұрады. Бірақ жертвалардың ең бірінші көрсеткіші олар жауапкершілік алмайды. Мүлде жауапкершілік алғысы келмейді. Одан да өкпелеп жүреді. Одан да елге жамандайды. Ой, осы пәленше мені үйтті, бүйтті, күйеуін. Оған ыңғайлы айтып жүр. Оған біреу жақсы нәрсені әкеп беретін сияқты. Оны біреу сол жерден, сол болотадан құтқаратын сияқты. Бірақтан олай емес. Мысал келтірейін. Бір ит темірдің құрсауына жатқан, адамдар оны құтқарғысы келеді. Бірақ ол шығады, ол ит. Ит тағы да бір адамдар тобы айтады, ой, ол өзіне жанына батса, ол шығатын еді. Демек, оның жанына батпай тұр. Осылай айтады. Яғни бұдан түсінетін нәрсе, жертваны ешкім шығарып құтқара алмайды. Жертва өзі қаласа ғана шығады. Енді типте көрініс табады. Біреу пассивті, біреуі емес түрі. Пассивті түрі бұл бала кезінде мамасы кішкентай күнәсі үшін қатты ұрсып, жақсылық жасағандары үшін жай ғана мақтап сөйткен болса, немесе тек қана бір баланы жай өзінің құндылығы бар үшін жақсы көрмеген. Мысалы, менің баламның дейді, менің баламның оның құндылықтары, оның жақсы мінездері бар. Мейірімді, ақ көңіл, бауырмал, бауырларына жақсылап қарайды, жақсы көмектеседі, әділетті, шыншыл, өтірік айтпайды, үнемі осы қасиеттер үшін мен баламды жақсы көремін. Егер де мен балама мынандай талап қоятын болсам, іштей ол әдейі істемейсің, ата-ана көбінде әдейі істемейді, бейсаналы түрде. Балам үй тазалау үшін ол күшті бала. Осылай қараса, оны бала невербально, вербалды емес түрде сезеді. Яғни ол айтпаса да оны сезеді. Демек мен анамды риза қылу үшін үстім керек екен ғой. Бәрін жасайды, бәрін тиянақтар етіп қойды, реттеп қойды. Бірақ сол жасап жүрген нәрсесін кішкене бүлдіріп қойса, сол мамасы ұрсады. Неге бүлдірдің бұны? Неге сындырдың? Неге үйттің деп. Кішкентай қателігіне ол қатты ұрсады. Үлкен жаңағыдай дүниелерді қатты бір мақтамайды. И бала оны сол вниманияны, сол мейірімді алу үшін, жаңағы анасын разы қылу үшін жаңағыдай істерді істейді. Оны разы қылатын істерді. Беске оқиды үнемі, немесе үнемі үйді таптаза ұстайды. Даже сол жертвалықтан сразу неврозға алып кетуі мүмкін ол нәрсе, баланың. Кейін нарцисс, немесе ол адам кейін жаңағы не деуші күшті керемет болуға тырысу. Осындай бір психологиямен, психикамен өмір сүріп есеюі мүмкін, өсуі мүмкін. И ол адам тұрмысқа шығады, мысалға үйленеді, немесе тұрмысқа шыққаннан кейін жаңағы қыз енесіне жағу үшін бәрін істейді. Олар жаңағыдай лишь бы мені жақсы көрсе, лишь бы мені көрмей қалмаса дейді. Себебі ана бала кезінде мамасына солай тек қана сөйтіп внимание алып, мені тек қана өйстіп бірдеңе жасасам ғана мені жақсы көреді, мен бес алсам ғана мені жақсы көреді болса, бала үнемі сол махаббат солай аламын деп ойласа, кейін ересек болған кезде достарымен де кіммен қарым-қатынас болса, оларға барлық жақсылық жасайды, бірақ взаимность күтпейді. Мақтау күтпейді, просто лишь бы мені жақсы көрсе, лишь бы мені тастап кетпесе, лишь бы маған ұрыспаса, мені жаман көріп қалмаса деп сондай ойда болады. Бұл пассивті түрі жертвалықтың. Ол үнемі теңде жүреді, үнемі тып-тыныш өзімен өзі сондай бір істеп атса да, ұрса да, соқса да кетпейді ол жертвалар. Жоқ, лишь бы осы жерде тұрып, пассивті емес түрін айтайын. Пассивті емес түрі, олар жаңағыдай нәрсе, мамалары қатты талап қойған. Балық кезден басталды жертвалық, қатты талап қойған, немесе мамасының өзі жертва болған, немесе
кішкентай ісін үлкен қылып мақтаған, сөйтіп өсірген. Одан кейін сондай мақтауды тағы да естігісі келіп, вниманияны қалап, адамдарға да сондай әрекеттер жасайды есейген кезде. Тұрмысқа шыққан жаңағы пассивті емес әйелді алайық, бағана пассивті еді. Ол бірақ дәл сондай кейіп жасайды, бәрінің вниманиясын алу үшін, махаббатын алу үшін, жақсылық жасайды, көп нәрсе істейді адамдар үшін, көп береді, көп ресурс шығарады. Алайда қарымын негативпен алады. Рахмет айтпайсыңдар ма? Осындай дәрежеге жеткізіп отырған мен ғой. Мен болмасам осынша бала жоқ болар еді. Мен осынша баланы таптық емес па, неге олай істейді екен деп, мысалға да. Ой, мен болмасам осылар деп шығатын әйелдер болады ғой. Сол вот жертваның пассивті емес түрі. Олар үнемі өзін пихать етіп отырады. Мен болмасам, менің арқам ғой. Самооценка төмен, бірақ солай өзін көрсетіп отырады, жертвалық. И балалары сол пассивті емес әйелдің балалары есейген кезде ең қиналатын сол тағы да сол балалары. Сен үшін өмірімді арнадым, сен үшін мен бүкіл қырылсам да әкеңе шыдадым таяқ жеп, сен үшін мен түніме деп әр нәрседе манипуляция жасап отырды. Үнемі. И ондай әйелдер күйеулеріне жаңағы күйеуімді сүйреймін дейді да, үнемі күйеуі үшін әрекет істейді. Күйеуіне айтады, ақыл айтады, күйеуі істемейді, өзі оның орнына істеп кетеді да. И елдерге мақтанып отырады. Иә, Нұрекең өзі істеді. Әдейі соны көрсетеді, типа осылай күшті болып жүргені менің арқам деген сияқты көрсетті. Елдердің аузынан сол нәрсені естігісі келіп тұрады. Басқаларға солай айтса екен, солай өсек таратса екен, міне Сараның арқасында күйеуі істеп отыр екен, міне Нұржамалдың арқасында үй осылай жайнап отыр ғой. Нұржамал жоқта қандай еді? Нұржамал барда қандай еді? Сол ойының бәрі сол елдің вниманиясы, елдің сөзі, елдің ұяты, елдің баспасы өзін жертва жасады. Баласында күштілеп спортқа берді, ағылшынға берді, анда берді, жарыстарға берді, мамасын мақтасын. Ол бір қызығы, жертва адамдар, жертва әйелдер үнемі барлық жерде, барлық контекстте кейде жертва бола бермейді. Көбінде мүмкін бар шығар, барлық жерде жертвалық қасиетпен жүретін, барлық жерде жертва психологиясымен жүретін. Бірақтан кейбір адамдар үйінде жертва, жұмыста тиран. Бастықта ол үйінде кәдімгі домохозяйка, үйіне келіп жұмыс істейді, тамағын істейді дегендей, балаларын қарайды, бүйтіп жүреді, енесіне бағынып. Бірақ ар жаққа магазинде бастық болса, магазин көрді деп тирания жасайды да, бәріне злосын, ашуын, ызасын, негативін бәрі шашып жүреді. Жұмыста жертва, жаңағыдай бастық не айтса соны істейді, артығымен жасауға тырысады, бәрін істегісі келеді, прям пазданып, бастықтарға, өзінен кішкене старшыларға жағымпазданып, ақшасы жоқ болса да әйтеуір қарыз алып соған бір подарка апарып, үйіне келген кезде жаңағы жұмыстағы жертва әйел, үйін тиран. Балалар, давай жинаңдар, неге жинамадыңдар? Или там күйеуіне дейді, әлі жатсың ба сен? Пилителет та ол күйеуді барып, үйіне барып. Осындай психикадағы адамдар болады. Жертвалық қалай шығамыз? Бұл психологиядан. Нақты қалай шығамыз? Реально мен осы жертвалық психологияда болдым. Бәрін кінәлайтынмын. Үйде отырып, ой, ақша жоқ, ой, мындай, андай деп отыратын. Күйеу енемнің бір жағынан шықпағандар ренжитін. Енем жұмыс басты, шаршап келеді, ұйықтағысы келеді, онсыз да ол екі баланы өсіріп бақты, кімге не міндетсінем мен, мысалға да, бірақ та мен солай күтетін. Мен босанып келдім, менде стресс көмектессе болады ғой деп. Іштей ренжіп жүргеннен гөрі ересек адам ретінде сол кезде мен сұрауым керек еді да, мама, пожалуйста, мына балаға көмектесесіз ба? Или тамақ, қазір мен сондаймын. Мама, пожалуйста, тамақ жасай аласыз ба? Мен мына нәрсені істеп жіберсем, кішкене маған жеңіл болатын еді. Осылай көмек сұраудың орнына мен жертвалық таңдаймын да, өкпелеп, бүйтіп жүріп, елге жамандап, сөйткен ыңғайлы еді да маған ол кезде. Ол мен әдейі істеп жатырмын. Бұл өзімнің өткен өмірімді білмеймін, таныстарым көретін шығар, мен өзімнің шындығымды айтатын, ұялатын адамдарым көретін шығар, маған бәрібір. Себебі сіздер жалғыз емессіздер. Егер жертвалық қасиет болса сізде, ең бірінші одан сіз ешкім шығармайды. Ешкім шығаруға тырысса да, сізге ақыл айтса, ол сіздің миыңызға кірмейді. Жертва позициясындағы адамдар біреуді жамандап, кішкентай сәби баласын жамандап, түнімен ұйықтамайды, түнімен үйтпейді. Яғни жауапкершілік алғысы келмейді. Бағанағы бала позициясындағы адам сияқты. Жертвалық бәрі бірімен связано, бәрі бірімен байланысты. От темалар не үшін адамдар сақтап жүріп, шыдап жүріп, хоп, өзінің денсаулығын құртатын адамдар. Сосын міндетсінетін адамдар да, сен үшін денсаулығым құрттым, сен үшін нервім кетті, сен үшін жертва позициясының психологиясынан қалай шығамыз? Ең бірінші мойындау, саналы мойындау. Біз мойындай алмаймыз көбінде. Мен жертвамын. Қиын мойындаймыз, қабылдаймыз.
солай болды, иә мен сондаймын, жарайды, енді мен әке-шешем солай істеді екен, шешем солай істеді екен деп мен енді отырмаймын ғой, ары қарай өмір сүру керек қой, дұрыс өмір сүру керек, иә. Сол үшін мен одан шығуым керек. Қалай? Бірінші өзімізге сұрақ қоймыз. Жертвалар өзін ұмытқан адамдар, иә. Біреуді жағам, ұнаймын деп өзін мүлде ұмытқан. Өзіне шынымен де өзіне не ұнайтынын білмейді. Кейбір адамдардан сұрасаң, сен арманың бар ма? Қандай арманың бар? Мен осындай телефон алғанды қалаймын. Мынандай ғана арман, мынандай осындай ғана. Не ұнайтынын, қайда барғысы келетінін елестетті. Мен сондай болдым бұрын. 4 қабырға үй, времянка, сол үйдің ішінде отыратын, 2 ақ балам бар еді, ол кезде қазір 4 бала ғой. 2 баламен ары қарай план, андай бір бәле жоқ болатын. Құлшылығым жасаймын, жүрем, тамақ жасаймын, боянам, сыланам, күйеуіме әдемі болып көрінемін, соның разылығы сол, ене күйеу, осылай жүретін. Арманның барлығы күйеудің арманымен байланысты. Сол не армандаса, я сөйтсек қой, я бүйтсек қой дейтін да. Алайда бірінші мойындаймыз дедік, қабылдаймыз дедік, өз өміріме жауаптымын деген нәрсені. Не қалаймын, не қаламаймынды түсіну, одан кейін өз өміріме жауапкершілікті аламын. Мен өз өміріме жауапкершілікті аламын. Бұл менің балам, өзім жауаптымын. Бұл менің үйім, өзім жауаптымын. Бұл менің киімім, өзім жауаптымын. Бұл менің денем, мен өзім жауаптымын. Күйеуім маған ақша бермейді, сол үшін мен емделмеймін емес. Қай жақтан прибыль түсті, барда емдел. Оған мен жауаптымын. Жертва болып біреуден көріп жүрмеймін. Және денсаулығыма зиян келтіретін нәрселерді істемеймін. Себебі мен өзім жауаптымын. Жертва болып біреуге жағымпазданам деп мен ауыр көтермеймін. Иә, мысалға, ауырып тұрсам барып істемеймін. Жату керекпін, емделу керек, постельный режим болу керек па? Онда постельный режим аламын. Біреу ұрсады, енем үйтеді, енем былай қарайды деп тарсылдатады, ыдыс-аяқ тарсылатып жуады. Сол кезде мен ерші одан да өзім істеп барайын, ауырсам да демеймін. Себебі менің денсаулығым маған қымбат, мен өзіме қымбатпын. Осы нәрсені кішкене аялаймын, осы ағзамды. Күтінемін, жауапкершілік аламын. Менің талғамым қандай? Менің киінуім қандай? Ол біреуге ұқсау керек емес, біреуден сұрамаймын. Мен шынымен қай киімде өзімді ыңғайлы сезінемін, сол киімді алуым керекпін. Мен мысал келтіріп жатырмын, иә? Осылай ойланамыз. Менің мақсатым қандай? Яғни менің өзімнің мақсатым болу керек, өзімнің жеке ойым болу керек, пікірім болу керек. Сол нәрсені қарастырамыз. Армандарым, мақсаттарым, планым, жоспарым, тек өзіме қатысты жоспарым, балаларыма қатысты жоспарым, күйеуіммен қоса жоспарым, жалпы отбасылық жоспарымыз, осының бәрін қарастыруымыз керек. Жертвалықтан шығу осы. Өміріңізге жауапкершілік алыңыз, өз-өзіңізді қолға алыңыз. Не ұнайды, не ұнамайды, өзіңіздің болмысыңызды, өзіңіздің құндылығыңызды, өзіңіз тұлға ретінде шығаруға тырысыңыз. Бұған 1 ай кетпейді, көп уақыт кетуі мүмкін. Өзіңізге байланысты, жертвалық күйіңізге байланысты, және ол жертвалық күйде қанша жыл өмір сүргеніңізге байланысты, қыздар. Жақсы ма?